Әдебиеттік оқу пәні тақырыбы менің сүйікті тағамым. Оқушылар, дұрыс тамақтану жайлы бейнежазбаны көрейік. Баланың дені сау болып өсу үшін дұрыс тамақтану қажет. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығына пайдалы. Әрдайым уақытылы тамақтану керек. Артық тамақ жеу денсаулыққа зиян. Асты асықпай жақсылап шайнау қажет. Адамның денсаулығына пайдалы азық-түлікті атап кететін болсақ, олар әртүрлі дақылдардан дайындаған ботқалар және сорпалар, көкөністер, жеміс-жидектер, ет, жұмыртқа, тәттілер. Ол тағамдардың адам ағзасына пайдасы. 4 түлік малдың еттің ағза үшін пайдасы көп екен көпшілік біле бермейді. Еттің құрамы қоректік заттарға өте бай болғандықтан адамға күш-қуат береді. Ағзаны кальциймен байытады. Балық өнімі өзенде, теңіз немесе жасанды жағдайда өсірілгені болсын, кез келген балық жүрек, қан тамырлары, иммунитетке жақсы әсер ететін көптеген пайдалы заттардың қайнар көзі. Теңіз балығының құрамындағы маңызды антиоксидант омега-3 май қышқылы онкологиялық аурулардың алдын алуға көмектеседі. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан ақ белгілі. Жұмыртқаны жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендермен толықтыруға болады. Құрамында ақуыз, йод, фосфор, селен элементтері созылмалы аурулардың алдын алады. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Сүт өнімдері. Сүттің құрамындағы табиғи қанттың мөлшеріне қарай сәл тәттілеу болады. Қош иісі, түсі қызғылт сары, өзі жұмсақ келеді. Сүттегі лактоза жүрек, жүйке тамырларының қабілеттілігін арттырады. Сондықтан сүт тағамдары күш-қуаттың қайнар көзі. Адам ағзасына көкөністердің пайдасы. Күн сайын жылдың кез келген уақытында ағзамызға көкөністер қажет. Олар денсаулық кепілі. Оларды дұрыс таңдау арқылы ағзамызды тек көмір сумен, маймен, дәрумендермен, минералды заттармен ғана емес, онымен қатар амин қышқылдарынан бөлініп шығатын ақуызбен қамтамасыз етеміз. Түрлі көкөніспен тамақтанатын адамдар мүлдем ауырмай, өмір жасы ұзақ болады. Көкөністер су мен тұз алмасуды реттеп, қатық, ірімшік, жұмыртқа, балық, ет, жаңғақ, жеміс-жидек сынды азық-түліктермен үйлеседі. Көкөніс шымдарының орны ерекше. Олардың құрамындағы пайдалы заттар ағзаға небәрі 10-15 минуттың ішінде сіңеді. Сонымен қатар адам денсаулығына зиян келтіретін тағамдарды пайдаланбаған абзал. Олар газдалған тәтті сусындар, жылдам әзірленетін тағамдар. Газдалған тәтті сусындардың құрамында қант өте көп. Ал жылдам әзірленетін тағамдардың құрамында түрлі дәмдеуіштер болады. Мұндай тағамдарды тұтыну денсаулыққа зиян тигізеді. Адам ағзасының өсуі мен даму үшін пайдалы тағамдарды қолдансақ, денсаулығымыз мықты, шыныққан, шымыр азамат боламыз. Оқушылар, сендер қандай тағамды ұнатасыңдар? Ұнататын тағамың туралы айтып беруіңе болады. Сусын туралы жыр өлеңінің авторы Тоқаш Бердияровпен танысамыз. Тоқаш Бердияров ақын, оңтүстік Қазақстанда туған, Ұлы Отан соғысына қатысқан. Кітаппен жұмыс. Сусын туралы жыр өлеңін түсініп оқы. Ол кітаптың 26-27 беттерінде орналасқан. Келесі тапсырма дәптермен жұмыс.
тамақтану ережесін толықтырып жазып көр. Ол үшін алдымен бейнежазбаны тоқтатып, дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазуды ұмытпа.